Қорғансыздар 69-шы бөлім. Бүгінгі бөлім өте қызықты эпизодқа толы болады. Букет бұрынғы тастап кеткен жігітіне қайта келіп, мен сені сағындым, енді мен қайтып оралдым дейді. Сол кезде Юсуп, сен неге келдің? Мен сені еш уақытта қайтып ойлаған емеспін. Енді менің сүйіктім Зылиха бар. Енді менің мазамды алушы болма дейді. Сол кезде Букет, біз енді дос болып қала алмаймыз ба? Доспыз ғой. Ең болмаса әкелген бәлішімді ал дейді. Бұның барлығын терезеден Зылиха көріп тұрған. Юсуптың досымын деп тұрған қызбен сөйлескеніне қатты қызғанып, ренжіп, пердесін жауып алды. Дибран әкесімен сөйлесіп тұр. Әкесі, сен қайдасың? Қатыныңның ізінен шықпай қойдың ғой. Мұндағы мәселені шеше алмай жатырмын. Ябуздан қарызға ақша алдым дейді. Әке, сен неге Ябуздан ақша алдың? Одан басқа адам құрып қалды ма? Деп айқайлайды. Енді қайтем сенің балам, маған мүлдем көмектеспедің, тіпті менің шаруама да араласпадың деп әкесі айқайлайды. Ал мұнда әйелі Азизе жылап отыр. Өйткені ол інісінің жағдайына қатты ойланып, бір жағынан осы кезде Дибранға да сезімін білдірді. Рахмет, мен құлаған кезде қасымнан табылдың, менімен бірге құладың, сені сол үшін де сүйемін деген секілді екеуі де бір-бірінің үнсіз түсінеді. Екеуі де бір-біріне сондай ғашық еді. Осылай көз жастарымен қосылған екі жұпқа бақыт тілеймін. Ал мұнда Джимо мәз болып отыр. Өйткені ол Тойгүймен алғашқы түнін өткізген еді. Оны сезініп қалған Бидамға, аға, тамақ ішіңіз дейді. Жеп отырмын, барлығын жедім дейді. Бірақ барлығы жалған. Осы кезде Дибранға SMS келді. Әрине ол SMS Сәметтің жағдайына байланысты. Букет болса Зылихаға жақындап, мен сенімен дос болайым келеді. Мен Юсуп туралы бәрін білемін. Өйткені біз Юсуп екеуміз бала кезден бірге өскенбіз дейді. Ал мұнда Нежланың аяғы ауыр екенін қызы біледі. Тезірек аборт жасат дейді. Осы кезде ойланып қалады. Шынымен де жасатайын ба деп. Жасатқым да келмейді дейді. Бірақ қызы қорқытады. Солай ашуланып үйден шығып кеткен кезде Тойгүйдің есігін қағып тұрған Юсупты Джимоны көреді. Қызғанып кеткен. Ол, сен не істеп жүрсің? Мен сенге кеш айттым ғой. Тойгүй өте масқара қыз дейді. Сол кезде Джимо, шаруаң болмасын. Тойгүй сен сияқты емес. Сен одан да өткенсің деп айтып тастайды. Тойгүй хат жазып қана қалдырған. Мен өткенімді өзгерте алмаймын. Өзгерткенмен де сенің өміріңнен өзгерткім келеді, және сау бол, енді мені іздеме деп қашып кетеді. Ал мұнда Азизе жылап отыр. Өйткені Сәметтің өте ауыр науқасқа шалдыққаны белгілі болды. Нежла әлі некелеспеген күйеуіне Ержанға жүктілігін айтқанда алдырып таста деді. Одан кейін ағасы үйіне кірді. Түрі осындай күлкілі. Ол әйеліне, сен неге ажырасуға арыз бердің? Соттан келді, мен ажыраспаймын дейді. Осы кезде кемпір де, ажыраспаңдар, дұрыс, менің балам дұрыс айтады дейді. Әйелі болса, анада ғана ажырасамын дедің, арманыңды орындадың, тез екеуміз ажырасамыз деп айқайлайды. Осы кезде Нежла жылап келеді көз жасымен. Сол кезде артынан Ержан кіріп, жоқ, түсік жасатпа, баланы қабылдаймын деп айқайлайды. Барлығы Нежланың жүкті екенін біліп айқай болып кетеді. Аяғынан Нежланың анасы бұл масқаралыққа шыдамай есінен танып қалайды. Барлығы, апа, апа, не болды? Кәне жедел жәрдем шақырыңыз, апа, апа деп айқайлап жатыр. Брат келді. Сүлейменнің қарызы дайын ба дейді. Барлық ақшаны дайындап қойған Бақап төре. Енді ақшаны алда қол қойда кет. Көзіме көрінбе. Болды, есеп айырыстық дейді. Десе де, брат, бұл берген ақшаң тек Сүлейменнің қарызы ғана. Ал менің қарызым, менің алдымдағы қарызың еш уақытта біткен жоқ, бітпейді де. Қандай қарыз деп ашуланды. Сен Гүлсімді білесің бе? Гүлсім, ол менің шешем. Өзің жүкті қылып үйден қуып шыққан Гүлсім. Мен сенің балаңмын деген кезде оның әйелі естіп қалады. Таң, шок. Сен не істедің, Бақап төре? Бақап төре қалай ақталарын білмей қалды. Дибран мен Азизе үйіне келді. Олар барлық туысқандарын, бауырларын жинап алып, Сәметтің бұл операциядан аман шығуы шықпауы екі талай деген айтты. Барлық бауырлар жылап қалды. Өйткені кішкентай ғана Сәмет шөжегі
үйдің шөжегі өте сүйкімді балапан еді. «Мен өлемін бе?» дейді, өйткені бұлар естіп қойды. «Әпке, шынымен мен өлемін бе?» дейді. Тіпті кішкентай Сәметтің қарындасы да бұлай болғанын қаламайды. «Мен Дебраның несібесін қайдағы айдаладағы біреудің бермеймін, еш уақытта бермеймін. Гүлсімнің баласы болсаң да, Бақап төре баласы болсаң да бермеймін» деп айқайлайды. «Брат болса бәрібір де мен өз тегімді аламын, өз кегімді де аламын. Көрде тұрыңдар, қарап тұрыңдар» дейді. Осы кезде Бақап төренің әйелі де иесінен танып қалады. Ал кадрдың мына жағында Рэмзия ханым да құлап есінен танып жатыр. Өйткені ол қызының масқаралығын, қызы әлі некелеспесе де аяғы ауыр екенін мәлім болды. «Сен мені өлтіруге бардың, сен мені өлтірдің, кет, балаңмен қоса құры, тіпті ішіндегі балаң да өліп қалсын» деп өз қызына осындай қарғыс тілеген ана. Жалғасы бар.